Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен карамельді хит пирогтың рецептімен бөлісіп жасап көрсетемін. Бұл пирогты сіздер тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Дәмі керемет нәзік болып шығады. Пирогқа қажетті заттардың граммын мөлшерін видеоның астына жазып қалдырдым. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Пирогымыздың қамырын дайындау үшін 210 грамм ұн, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 жұмыртқа, 100 грамм сары май, 50 грамм қант қажет болады. 210 грамм ұнымызға 1 шай қасық қопсытқышты салып араластырамыз. 100 грамм сары майымызды салып біріктіріп шығамыз. Осылай қолымызбен жақсылап араластырамыз. Сонда бізде крошка пайда болады. Мінекей біздің қамырымыз осылай болды. Бөлек ыдысқа осы бір жұмыртқаның үстінен 50 грамм қантымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Крошка болған қамырымыздың үстінен құямыз. Қолымызбен жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай жұп-жұмсақ песочный қамыр дайын болды. Дайын болған қамырымызды пакетке салып, холодильникқа 15 минутқа қойып қоямыз. Пирогымыздың салмасын дайындаймыз. 350 грамм сапалы вареный сгущенканы ыдысымызға саламыз. 20%-дан жоғары болған 400 грамм қаймағымызды саламыз. 2 жұмыртқа саламыз. Жарты шай қасық ванилин саламыз. Ол маңызды емес, өздеріңіздің қалауларыңызша. Осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мінекей пирогымыздың салмасы дайын болды. Енді осындай формаға қамырыны жайып аламын. Менде бұл форма осылай асты жағы алынатын форма. Форманың диаметрі 24 сантиметр. Формамызға май жағудың қажеті жоқ. Бұл песочный қамыр болғандықтан жабыспай піседі. Осылай қолымыздың көмегімен жақсылап жайып, әдемілеп шығамыз. Вилканың көмегімен асты жағын осылай тесіп шығамыз. Салмасын саламыз. Мінекей пирогымыздың салмасын құйып дайындап алдық. Енді қызып тұрған пеште 160 градуста 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Пештеріңізді бақылап тұрыңыздар. Асты үсті қызып тұрған болу керек пешіміздің. Пирогымыз пісіп шыққаннан соң 1,5 сағатқа суытып қойып, сосын 2 сағатқа холодильникқа салып қоямыз. Формадан ыстық кезінде бірден шешсеңіздер, торттарыңыз сынып қалуы мүмкін. Біздің пирогымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай нәп-нәзік, әдемі болып шықты. Менің отбасыма бұл пирог қатты ұнады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер.